ауызбіршілік бар, анау шаруалар болса бірігіп, ауыл бірігіп жиналып шығамыз. Жақсы өзгерістер осы бір 10-15 жыл болған шығар, сол біздің басталғаны. Оның алдында да жаман болған жоқ, бәрі жақсы ауыл. Газ келіп жатыр, су келіп жатыр ол бер жерде. Ауызбіршілігімізге әңгіме жоқ, ауызбіршілігіміз мықты, шүкір. Қазір ең бірінші керегі сол ғой. Біз тұрғаны сіңдім сарай секілді, біз тұрғаны 4 қабат. Алмай қоймас еркінді, қара малға жоқ тағат. Ол өткені атанған, жазушылар үйедеп, солай талай отырман, ұшып жатыр дүрілдеп. Қонбасын деп ешкімнің, көңіліне мұң қану, 365 түннің бәрінде де бұл ояу. Жүрек болып сөйлетіп, күндер азау шамалы, шамы түнде сүнбейтін әр терезе бір бақыт. Біз қосып тұрғанымын, Жамболат есім. Ауыл туралы айтатын болсақ, ауыл жақсы, не керек бәрі бар ауылда. Акимат, әкімдер, осы жоғарғылар ауылға жол саламыз деді, асфальт саламыз деді көшеге. Сол су бар, газ бар иншалла. Бәрі бар, мешіт те бар ауылда. Адамдар немен айналысады? Ауылда адамдар деген малмен. Сол ертең уақыты келген шөппен, шөп сатады. Әркім өз тірлігімен жаймен жүріп жатыр. Ауылда шын арақ сатылмайды. Арақ сатылмайтын ауыл. Ақсақалдар бар, ақыл айтып отырады. Шүкір, аман жүріп жатыр. Нормально. Сол. Учаскелік полицияңыз жиі келіп тұра ма? Иә, 2 күннің бірінде көріп тұрамыз. Енді ауыл, бейін енді ауыл бұйырса көшеге асфальт салайын деп жатыр. Сосын енді жолымызды жарсын асфальттап берді, қалған істеп берсе деген үміттеміз. Көпіріміз дұрыстап берсе, ауылдың айналасына мусор толып кетсе, жиналып шығады ауылдың бәрі. Сосын мына көктемде көпірді бұзып кетеді. Сол кезде ауылда техникалардың бәрі жиналып шығып, құмын, тасын бәрін ауыл болып жиналып, тегістеп, солай жол салып жүртеміз жолдар. Әкіміміз бар, әкіміміз көмектеседі. Әкім болмай жатса, өзіміз жаңағыдай шығып жиналып істей береміз. Ауызбіршілік жақсы ауылда. Балдарымызға да айтамыз, біреу десе көмектесіңдер. Шауып барып көмектесіңдер. Даже ұйықтап жатқанда тұр деп айтып жібереміз. Анда істеп жатыр, барында көмектесіңдер. Ауызбіршілік деп айтып тұрсыз, соған қалай жеттіңіздер? Ауызбіршілікке халық болып жеттік соған, ел болып жеттік. Ауыл үлкендердің айтуы бойынша, үлкендердің жаңағы, олар бізге тура жол айтып тұрады ғой. Біздер енді сол кісілердің бұрыннан істеп жатқан ісін біздер әрі қарай жалғастырып отырып қой, былай қарағанда. Кезінде бүйтетін едік, кезінде сөйтетін едік деп отырған жерімізде айтады олар. Сосын ойланамыз, біздер неге соны әрі қарай алып кетпеске, біздер неге соны әрі қарай жалғастырмасқа деген ой болады ғой. Біреуміз мысалы өзімізден кейінгілерге айтамыз, өзімізден үлкендердің айтқанын тыңдаймыз. Солай ғой, иә. Үлкен кісілерін білесіздер ғой. Үлкен кісілер біздің ауылымызда санаулы. Республикаға танымал кісілер енді. Ауылымызда үлкен кісілер санаулы өздері. Шамалап қалып былай қарағанда. Барымызша сыйлауға, сол кісілерді тырысамыз ғой. Ауыл той-томалағы қалай өтеді? Той-томалағы жақсы өтеді. Ішімдік жағында ішімдік ішпейді. Той-томалақ біздерде ішімдіксіз өтеді. Бір жақсы жері. Ол жағынан уже адамдар үйренді, біздер ішімдік ішпеуге, той өткізуге біздерде үйренді. Біздер уже деген арақ бола ма, болмай ма деп сұрамаймыз тойға. Біз ауылдың тойында біз сұрамаймыз оны. Бірақ бәрі біледі. Бірақ бәрі таза өтетін білеміз. Білеміз. Сосын уже біздер қорқпай бара береміз. Қаладан көшіп келгендер бар ма? Көшіп келгендер бар, 2-3 адам бар көшіп келген. Енді пока енді өздері етіп жатыр ғой, мал ұстап жатыр, тұрып жатыр. Ауыл аманатымен 9 миллион 200 мың алдым. Соның ішінде 10 бас жылқы, сосын 15 бас бұқа алдым. Содан қойдық, мына екінші жыл.
сол екінші былай жұмыс істеуге болады. Сіз үшін ыңғайлы ма ауыл аманаты? Ауыл аманаты, иә, проценті төмен, содан ыңғайлы, иә. Сосын жылына 2 рет төлеп тұрып, 5 жыл қалдық. Жылына 2 рет, миллион 100 ба, сондайдан шығар. Былай ыңғайлы жұмыс істеуге болады. Жалпы осындай кәсіппен, осындай жобалармен ауылды сақтап қалуға, ауылды дамытуға бола ма? Болады, әрине болады. Енді ауылдың жастары осымен отыр ғой. Біздерде осы көп аткорммен отқандар, именно аткорммен. Былай сыртқа да шығарып отыр, бірақ основном осы аткорммен ұстап отыр ғой балдар. Негізі ұстауға болады. Ауылда жастар бар біздерде. Енді Ауылыңыз қандай? Бесқоспа ауылы. Алға районы Бесқоспа ауылы. Мен өзім қалада тұрдым, қаладан осы 5 жыл болды ауылға келгеніме. Неліктен көштіңіз? Осы мал бағам деп келдік ауылға. Бесқоспаны қалай таңдадыңыз? Енді қалаға жақын болғасын осыған келдік. Газ, свет, су бәрі келіп тұр. Қаладағы сияқты бұяқта. Әрі қарай нені дамытқыңыз келеді? Енді біздердікі енді мал ғой, басқа енді білмеймін. Біз жылқыны көбейтіп жатырмыз сол жылқы басын. Сұраныс қандай? Сұраныс жақсы, қазір ет жақсы, еттің ценасы көтеріліп тұр. Бұл тиімді, е? Иә.